Қалымбек Айлана Әсетқызы, Қостанай облысы Меңдіқара ауданы Ғаббаш Жұмабаев атындағы Боровской мектеп гимназиясының 6-шы сынып оқушысымын. Мектеп телестудиясын, мектеп парламенті және штаттан тыс жас тілші үйірмесінің мүшесімін. Мен бүгін сіздерге табиғатты аяла сайыс аясында су өрістің көзі, үнемде, ластама, қорға тақырыбында экоблогер бейнеролигімді сіздерге ұсынбақпын. Бір тамшы су, бір тамшы өмір. Сусыз тіршілік жоқ. Су өмірдің нәрі, тіршіліктің көзі. Судың да сұрау бар. Менің бала жүрегім ес білген сәттен бастап жер жаһанда әрбір құбылыстың сырын ұғынуға, оны зерттеуге, соған балалық махаббатымды төгіп, сүйіспеншілікпен танытуға, адамзат үшін Алланың берген байлығын қадірлеп, көзімнің қарашығындай сақтауға, әрбір жұмбақ дүниенің құпия сырын ұғынып, кілтін тауып ашып, қоғамға өз үлесімді қосатындай тұлға болуды арман еттім. Мендегі мақсат, мендегі асқақ арман, жүрек түкпірімдегі мені үнемі мазалайтын мәселе бейнеролигіме арқау етілген тақырып болатын. Неге десеңіз, менің кіндік қаным тамған жерім тарихы терең қарт торғай. Неге десеңіз, батыр қол бастаған дүлдеп ақын бас сөз бастаған қазақ әліпбиінің негізін қалаған Ахметтей дара туған жерде дүние есігін ашқаныма мақтанамын. Бірақ сол өмірдің бір ауыз тұщы судан көрген қиындығын көз алдыма елестесем, бала жүрегім мұңға толады. Неге біз осы суға жармаймыз? Жаз болса көлде аралап, өгізге атқа арба жегіп, кеспектегі суға толықтырамыз. Қыс бойы даладан қар жинап, соны ертеміз. Сасық көлден мұз айып, соны ішеміз. Заманымыз тыныш, тереземіз тең, керегіміз кең. Қашан суды емін-еркін пайдаламыз деп армандаушы едім. Міне бүгін табиғатты аяла тақырыбындағы сайысқа суды арқау етуімнің себебі осында. Мен табиғатты тақырыбында талай драмалық қойылымдарға қатысып, мәнерлеп оқу байқауында, жас ақындар шығармашылығында, халықаралық деңгейге дейін бетпе-бет бақ сынап, жүлделі орындарда қанжығамен байлаған едім. Міне бүгін табиғаттың адамзат үшін сыйға тартқан тіршілігі, көзі суға дейін сүйіспеншілігімен үздік бейнеролик арқылы жеткізгеніме қуаныштымын. Азаттық рухы Ақорданың баспасөз қызметі жарияланған. Ел президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың қазақ халқында су ырыстың көзі деген мақалды негізге ала отырып, мемлекеттің су саясатын қалыптастыру кезінде суды шектеулі табиғат ресурс екенін ескеруге тиіс деп санайды. Себебі бүкіл аймақтың әл-ауқаты мен тұрақты дамуы суға тікелей байланысты деп атап өтті өз баяндамасында. Мен үнемі әлеуметтік желілерде көп үңіліп көмектесетін мәселелерді өмір жолыма қажетті ақпараттар алып, кейде өзімше кері байланыс жасап отырғанды жөн санайтын тұлғамын. Бірде Хабар 24 телеарнасында жасыл экономика бағдарламасында ауыз су мәселелерін терең меңгердім. Бұл мәселенің бүгінгі күнге өзектілігі сонша мектеп оқушыларының өзі де ғылыми жұмыстардың су мәселелерін басты тақырып етіп алып жатқанын да көрсетті. Балапан бағдарламасында су тіршілік көзі тақырыбында балаларға арналған мультфильм көрсетілуде. Міне мен де қоғамға өз үлесімді қоссам, күнделікті судың қадірін біле білмейтін жандарға бір тамшы судың ұғындырсам, су тіршіліктің көзі, өмірдің бастауы, адамзаттың қуанатын екендігін дәлелдесем деген мақсатпен мен де өз білімімді ордамда тәрбиесінің орынбасарымен келісе отырып, парламент мүшелерімен бірігіп, су тіршілік көзі деген тақырыпты негізге ала отырып, жыл сайын мектепшілік іс-шара жоспарларында жүзеге асырдым. Ең бастысы, сусыз тіршілік өлген өмір екенін мына бір шынайы ақиқаттағы бір дәлелдеп, әр оқушының көзін жеткізгендей болдым. Иә, үлкеніміз бар, күшіміз бар, тіршілігімізде тірек. Өміріміздің өзегі мен нәрі болған суға қадір танитындай көзқарастар қалыптастырдық. Жағдай қазіргідей болмас еді. Бәрін мен өзімнен бастам керек деген категорияны бас етіп ұстап, әрбір аққан тамшы суды қадірлей білейік ағайын.